Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 28-ші сабақ халқымыздың салт дәстүрі тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма тыңда. Әнші Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы бесік жырын тыңдаңдар. Өздерің қандай бесік жырын білесіңдер? Балалар, бірінші тапсырма бойынша қазақтың кең тараған бесік жырларынан мынандай үзінділерді алдық. Дәстүрлі бесік жыры және де анасының әлдиі, сонымен бірге тербетпе жырлар. Дәстүрлі бесік жыры. Әлди-әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, қойдың құйрық майынан жылы жағып берейін. Анасының әлдиі. Әлди-әлди ақ бөпем, ақ мамығым мақұлым. Күнге күліп қараған кішкентай ғана ақ гүлім. Тербетпе жыры. Әлди-әлди баламай, көлге біткен құрағым, аспандағы жұлдыздай жарқырап тұршы шырағым. Мінекей балалар, қазақтың кең тараған бесік жырларынан осындай үзінді оқып бердім. Екінші тапсырма. Осы дәстүрлерді қайдан көрдіңдер? Отбасында қазақ дәстүрлерінің қайсысы орындалады? Балалар, біздің отбасымызда тұсаукесер, шашу, бесікке салу, бесік жырын айту дәстүрлері сақталған. Сіздер де өз отбасыларыңызда қандай қазақи дәстүрлер болады, соларды жазсаңыздар болады. Ойлан. Үшінші тапсырма. Неліктен салт дәстүрлерді ұмытпай жалғастыру қажет? Балалар, салт дәстүрлерді ұмытпай жалғастыру керек. Өйткені олар біздің халқымыздың бай мұрасы. Дәстүр арқылы біз ата-бабамыздың өнегесін үйренеміз. Ол адамдарды бірлікке, сыйластыққа тәрбиелейді. Салт дәстүрлерді сақтасақ, ұлтымыздың рухы биік болады. Сондықтан әрқашан өз дәстүрімізді құрметтеп жалғастыруымыз қажет. Мәнерлеп оқы. Бесік жыры. Таңдап әкеп тал терек, бесік едім сәндерек, құс мамығы көрпешең, жұмсақ бекен бал бөбек, әлди-әлди, әлди-ай. Салтын сақтап сыйлаған, халқын жатқа қимаған, жарқын жүрер жасқанбай, сен боларсың сыйладам, әлди-әлди, әлди-ай. Бабалардай батыржан, аталардай ақылман, аналардай ақын жан, сен боларсың құлыным, әлди-әлди, әлди-ай. Дүниемен елдесіп, ақын жатқан бұл бесік, дүлей күшпен белдесіп, батыр жатқан бұл бесік, әлди-әлди, әлди-ай. Ертеден жер тербеткен бұл бесік, киесі сөз серт-өлең, ел тербеткен бұл бесік, әлди-әлди, әлди-ай. Өлеңнің авторы Сағатбек Медеубекұлы. Балалар, өлеңдегі киесі деген сөз қасиеті деген мағынаны береді. Ал ақылман деген сөз ақылшы, көргенді көп адам деген мағынаны береді. Төртінші тапсырма. Сәбидің бесігі неден жасалады? Балалар, сәбидің бесігі қайың, терек, қарағаш, арша сияқты мықты әрі жеңіл ағаштардан жасайды. Бұл ағаштар иісі жағымды, таза және сәбиге зиянсыз болады. Кейде бесікті өрнектеп, сырлап, күміспен немесе сүйекпен әшекейлейді. Мұндай бесік сәбиге жайлы, жылы және денсаулығына пайдалы деп есептеледі. Бесінші тапсырма. Бесіктің құнды, көне мәдени мұра екені туралы не айтылған? Балалар, бесік ертеден келе жатқан баланың жатқан орны әрі қауіпсіз мекені болып табылады. Бесік жырын кім айтады? Әрине, бесік жырын баланың анасы айтады. Жетінші тапсырма. Бесік жырында сәбиге қандай тілек айтылған? Балалар, бесік жырында сәбиге айтылатын тілек оның дені сау, ақылды, еңбекқор, елге сыйлы, батыр, бақытты адам болып өсуі. Яғни, бесік жыры ананың сәбиіне деген махаббаты мен жақсы тілектерінің өлең түрінде айтылуы. Олай болса балалар, 8-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Кестедегі сөздерді өзгертіп айт.
не және де қандай. Кие, не кие, қандай киелі. Қасиет, не қасиет, қандай қасиетті. Не ақыл, қандай ақылды. Есіңе түсір, тұрмыс салт жырларынан халықтың тұрмыс тіршілігін, әдет ғұрпын, салт дәстүрін танып білеміз. Тұрмыс салт жырлары бесік жыры, қоштасу жыры, наурыз жыры, жар-жар, тұсаукесер, төрт түлік туралы жыр болып бірнеше топқа бөлінеді. Бірлесіп орында. 9-шы тапсырма. Оқып, мұғалімнің көмегімен дұрыс сөйлеу үлгісін анықтаңдар. Балалар, нәрестені бесікке бөледі, нәрестені бесікке салды. Нәресте ол бізде адам, сондықтан да біз оны салды демейміз, нәрестені бесікке бөледі деп айтамыз, е? Бесікті тербетті, бесікті сүйретті. Әрине, бесікті сүйретті деген сөз болмайды. Ол адам болғандықтан бесікті тербетеді, е? Олай болса, балалар, 9-шы тапсырма сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. 10-шы тапсырмаға назар аударыңыздар. Тұжырымда, бесіктен өсіп шығыпты тақырыбында 3-4 сөйлемнен ойыңды жаз. Бесіктен өсіп шығыпты, сәби енді ер жетті. Ол алғашқы қадам жасап, айналасындағы өмірді таныды. Анасы айтқан бесік жыры оның жүрегінде мәңгі сақталды. Енді ол елін сүйетін, еңбекқор, ақылды бала болып өсті. Үй тапсырмасы. Үлкендерден бесік жырының бір шумағын құрастырып жазып ал. Әуенімен айтуға дайындал. Мінекей балалар, бесік жырының бір шумағын сіздерге жазып қойдық. Үлгі ретінде осыған қарап сіздер өздеріңіз жазсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.